Саламатсыздар ма YouTube каналының көрермендері. Бүгін сіздермен қиярды қысқа маринадтап дайындайтын боламыз. Видеоның соңына дейін көріп, лайк басып, комментарий жазып, каналға тіркеліп отырыңыздар. Сонымен бізге керегі қияр. Банкілерді міндетті түрде жуып тазалап, паритет аламыз. Суға 2 сағатқа салып қойдым. Жақсылап тазалап жудым, 2 жағын кестім. Зонтик укроп, мына жерде хрен, лавр жапырағы, қара бұрыш, түйір, гвоздика, қалампыр, шекер, тұз, уксус, ащы бұрыш, сарымсақ керек бізге. Сонымен бастаймыз. Алдын ала жуып дайындап қойған банкілерімізді реттеп аламыз. Зонтик укропымыздың хреніміздің үстіне қайнаған суды құйып 5-6 минутқа қойып қоямыз. Бұл жерде сарымсаққа да ыстық су құямын, қайнаған, ащы бұрышқа да. Кішкене қойып, кейін суын төгіп тастап дайындайтын боламыз. Қанша дегенмен несі болады, микробтар. Сөйтіп дайындалып қойған, алдын ала қақпағын қайнатып қойғам, банкілерімді жуып кептіріп болап алдым. Барлық салатын спецтерді бірінші салып шығамыз. Өзіңіз қалауыңыз бойынша мен 2 литр банкіге 2-3 сарымсақ, 1-2 лавр жапырағы, шамалы зонтик укроп, хрен, 1 штуктан ащы бұрыш, 3-4 штуктан қара бұрыш түйір, 2 штуктан қалампыр, гвоздика салдым. Ішіне тығыздап, бір-біріне тұрғызып тығыздап салатын боламыз қиярды. Су құйғаннан кейін төмен түсіп кетеді. Сондықтан да өте тығыз қылып салғанның зияны жоқ. Бірінші суымызды алдын ала қайнатып қоямыз. Менің суым қайнап дайын тұр. Қазір салып болғаннан кейін су құйып 20 минутқа қойып қоямыз. 20 минутта салқындап қалады. Соны алып төгіп тастаймыз. Қайтып қолданбаймын оны. Мен қайтара су құйып дайындап жатырмын. Қазір қайнағаннан кейін мынаны төккесін жаңа қайнаған суды құятын боламын. Тұз, шекерін, уксусын банкының өзіне салатын боламын. Банкіге қарай. Бұл жерде менде 3 литр бір ғана банкі, қалған 2 литр банкі. Негізі 1 литр банкіге 1 қасық тұз, 1 қасық шекер салынады. Бұл жерде 2 литрлікке 2 қасықтан салынады шекер де, тұз да. 3 литрлікке 3 қасықтан салдым. Тіптен оңай. Шамалы уақытыңызды бөлсеңіз, есесіне қыстай қияр жеп шығатын боласыз. Банкілерге 1,5 килодай кетті, 2 литр банкіге қиярдан. 2 литрге 2 килограмм кетпейді. Жақсылап аузын жауып, төңкеріп, жылы жауып қоямыз. Міне біздің қысқы дайындығымыз, қиярды маринадтау осымен бітті. Сіздермен бірге болған Лейла. Видеоның соңына дейін көрсеңіз, лайк басып, комментарий жазып, каналға тіркеліп отырыңыз.